Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Сен не аласың?». Бүгінгі сабақта мұғалімнің қолдауымен тыңдаған материалдың кім, не туралы екенін түсінесің. Оқыған, тыңдаған материал туралы аламын, алмаймын үлгісінде қарапайым пікір білдіресің. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Аламын, аласың. Оқушылар, жаңа сөздерді есімізде сақтап алайық. Бірінші тапсырма. Суретке қара, тыңда, қайтала. Айран, сүт, май, қант, нан, кәмпит, жұмыртқа. Сен не аласың? Мен нан аламын. Мен балмұздақ аламын. Екінші тапсырма. Суретке қара, сұраққа жауап бер. Үстелде не бар? Оқушылар, ойланайық. Сұраққа қалай жауап бердік? Өз жауаптарыңды біз ұсынған жауап үлгісімен салыстырып көріңдер. Үстелде не бар? Алдымен бірінші үстелге назар аударайық. Үстелде нан, айран, қант, балмұздақ бар. Екінші үстелге назар аударайық. Үстелде май, сүт, шырын, кәмпит бар. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Үлгі бойынша сөйлес. Сен қайда барасың? Мен дүкенге барамын. Сен не аласың? Мен нан аламын. Төртінші тапсырма. Толықтырып айт. Оқушылар, берілген сөйлемді қажетті суреттермен толықтырып айтайық. Іске сәт. Сөйлемді қалай толықтырдық? Бірге тексерейік. Мен нан аламын, айран алмаймын. Мен сүт аламын, қант алмаймын. Мен қант аламын, май алмаймын. Мен балмұздақ аламын, сүт алмаймын. Оқушылар, сендердің де толықтырып айтқан сөйлемдерің осындай болды деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Мұғалімнің қолдауымен тыңдаған материалдың кім, не туралы екенін түсіндің. Оқыған, тыңдаған материал туралы аламын, алмаймын үлгісінде қарапайым пікір білдірдің. Енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйде екінші жұмыс дәптерінің 19-шы бетіндегі бірінші, екінші, үшінші, төртінші тапсырманы жазбаша орындаймыз. Жаңа сөздерді жаттаймыз. Оқушылар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.